Так, келесі 35-ші есепте енді заңдылықты қарап көрейік. Мұнда 4 қосты 2-ке көбейтті, иә? Одан кейін 2-ке бөлді. Так, 4 қосты 2-ке бөлді. Енді 2-ке көбейтеді, потом 4 қосады. Нәтижеде, иә, көбейту мен бөлудің орны ауысып кетіп тұр ғой бізде. Көбейту мен бөлудің орны ауысып кетіп тұр. Бірақ басқа бұл жерде енді заңдылық жоқ. Тек қана осындай бір заңдылық тұр. Мектепте 100 оқушы оқиды, 50 оқушы биология, 20 оқушы химиядан және 12 оқушы 2 пәннен де емтихан тапсырды. Мектепте неше оқушы ешқандай емтихан тапсырмады дейді. Қараңыздар. Так, бізде биология болсын, химия болсын. Екеуінің ортасына ол 12 оқушы болады, екеуінен де тапсырған. Енді қараңыз, бізде жалпы биологияда 50 ғой. Дұрыс па? Значит, тек биология ол 38, келісеміз ба? Ал тек химия ол 8. Сонда осының барлығын қосатын болсақ, бізде жалпы емтихан тапсырған балалардың саны шығады. Ол бізде 58 екен. Енді 100-ден сол 58 не істейміз балалар? Алып тастаймыз. Не үшін? Ешқандай емтихан тапсырмағандарды табу үшін. Сонда 42 болады. Кетті, келесі. Егер 2 адам 2 бетті 4 минут терсе, онда 10 бетті 20 минутта теру үшін неше адам керек дейді. Бұл жерде қараңыз. Автормен уақытты көбейтеміз, мына жерде өнім болады. Пропорция осындай. Яғни бізде 2 адам дейма, не 2 адам 4 минутта тереді, 2 бетті. Өнім деген осы. Жасалынып жатқан жұмыс, яғни. Мына жерде 10 бет болады. 20 минутта x. Ол кәдімгі пропорциямен шығара саласыз. Сонда x-тен 20 мен 2 астынан кетіп қалады. X-ке көбейтіліп жатқан. Мына жаққа кетеді. Сонда бізде 2 шығады. Демек, жауабы бізде 2 адам екен. Фазута мен пазута бірге 50 теңге тұрады. Пазута мен разута, жақсы, бұл бір не нәрсе екен. Бұл жерде мынандай бір жүйе құрамыз. Осындай бір жүйе болады. Енді, мыналардың бәрін қоссақ, неше фазута болады? 2. Неше разута? Бәрін қосып жібердік қой, 3 қатарды да. Сонда бізде 180 болады. Енді барлығын аламызды 2-ке бөліп жібереміз. Дұрыс па? Барлығын 2-ке бөліп жіберсек, бізде мына 90 болады. Бізден сұрап тұр пазутаны. Қараңыз, мынаның 3-еуі 90. А мына 2-еуін білеміз бе біз? Бұл 2-еуін біз білеміз мына жерден. 70 тұрады. Демек, оның орнына 70 қоямда, сөйтіп пазутаны тауып. Пазута менде 90-дан 70 азайтсақ 20 болады. Так, кеттік ары қарай. Дәрежеге қатысты есеп екен, иә? Бізде бұл дәрежеге байланысты негізінен мынандай нәрсені жасасақ болады, қараңыздар. 10-ның 10 дәрежесін жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Екеуінде де 10-ның 10 дәрежесі бар себебі. Онда 10-ның 1 дәрежесі, мұнда 1 ғана қалады. Мына жерде 10-ның 10 дәрежесі. Негізі көп оқушы осы жерден қысқартады да, қосу кезінде оларды қысқартуға болмайды олай жасауға. Сондықтан біз олай жасай алмаймыз. Так, енді кеттік. Ары қарай енді осыны қалай шығарамыз? Мынау 10-ның 10 дәрежесі көбейтілген 11. Мынау 10-ның 10 дәрежесі. Көбейту кезінде болады қысқартуға. Сонда 11 шығады екен.